сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін мен духовкада пісірілетін пирожкидің дайындалу жолымен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Жұмыртқаға қант пен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Керекті мөлшерлерді мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Жылы сүт құямыз және жақсылап араластырамыз. Үстінен жылы су құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнтақ ашытқымыз саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Електен өткізілген ұнымызды ақырындап қосып, тестамызды, қамырымызды илейміз. Жақсылап қамырымызды илеген соң, жылы жерге үстін жақсылап жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына піскен картоптың үстінен тұз, бұрышымыз салып, шамалы сүт құйсаңыз болады. Езгішпен езгілеп, жақсы пюреді дайындап қоямыз. Үстіне сіз жуа салсаңыз да болады. Пиязды жақсылап турап, немесе сливочный масло қосып, дәміне қарай өзіңіз түрлі қосып дайындасаңыз болады. Жақсылап көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге, кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Солай бізге суға ыңғайлы болады. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай жақсылы кішкентай көлемде илеп қамырымызды, соның ішіне салмасын салып, барлық
пирожкилерімізді дайындап, бетін кішкене көтерілгенше жауып қоя тұрамыз. Содан соң жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған духовкамызда пісіріп аламыз. Дайындап көріңіздер, өте дәмді, тойымды пирожки шығады. Үйдегілерге жасап көріңіздер. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.